ИП өзі үшін әлеуметтік төлемдерді қалай төлейді? Ол үшін Каспи приложениесіне кіресіз, платежи бөліміне барасыз, штрафы и налоги, платежи для ИП, обязательные пенсионные взносы, қай айға төлеу керек, периодты таңдайсыз. Иін плательщикаға ИП иесінің иін номерін жазамыз, иін работникаға қайталап жазатын боламыз. Минималды төлем 8500 теңге. К оплате 8500 басамыз, подтвердить и оплатить 8500. Штрафы и налоги қайттан келеміз, платежи для ИП, социальное отчисление төлейтін боламыз. КНП 012, период оплаты қай айға төлеп жатсыз, соны таңдайсыз. Енді екі жерге де қайталап жазатын боламыз. Минималды төлем бізде 2975 теңгені төлейміз. К оплате басамыз, подтвердить и оплатить. Қайтадан платежи бөліміне барып, платежи для ИП, взносы на обязательное соцмедстрахование басамыз, для ИП деп жазылып тұр. Бұл жерде период оплаты таңдаймыз и номерді бір рет қана жазатын боламыз. Продолжить батырмасы басқан кезде автоматты түрде сумма жазылып шығады. Продолжить басамыз, подтвердить и оплатить дегенді басамыз, 5950 теңге төленді. Бөліміне барып, штрафы и налогиға барамыз, платежи для ИП, обязательные пенсионные взносы работодателя. Таңдаймыз соңғысын. Выберите тип платежа 089 КНП. Период оплаты таңдаймыз. Иінді қайталап жазатын боламыз. Иін плательщика, иін работникаға екі жерге де. Сумма бізде минималды зарплатадан 1,5%, 1270